Барлықтарыңызға сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай. Және де бүгін бізде механикада келуі мүмкін бір ойландыратындай күрделі есепті шығаратын боламыз. Пойыз екінші қалаға 18 минут кешігіп бара жатыр дейді. Егер пойыз жылдамдығын 10 км сағатқа арттырса, 36 км жолды уақытында жүріп өтеді дейді. Пойыздың бастапқы жылдамдығын табыңыз. Енді біз мынандай бір жол салу ала салатын болсақ, давайте бүйтейік. Мына жерден бір қалай? Мына жерден бір жол салып алсайық, А точкеден Б точкеге қарай. Енді бір машинаны ала салсақ та болады, жалпы бір машинаны ала салсақ та болады. Ол қандай да бір X арақашықтықты жүріп болды, яғни V нолевой жылдамдықпен. Енді біз мына бір суреттің оң жағын қарастыратын болсақ, тек қана мына бір 36 км жолды қарастыратын болсақ, 36 км жол ол S деп алсақ. Енді дәл осы 36 км жолды бір жүйе салып қойын. Осы бір V нолевой жылдамдықпен жүретін болса, ол қандай да бір Т уақыт ішінде жүретін еді, яғни айтқанда S тең болады V нолевой көбейтілген Т. Енді ол айтады, жылдамдығын 10 км сағатқа арттырған, яғни V нолевой қосылған 10 болған кезде ол 18 минут кешіккен уақытын жүріп тастайды уже, яғни уақытында жетеді. Ол дегеніміз не? 18 минут ол жалпы 0,3 сағат қой. Сонда біз уақытты Т минус 0,3 сағат деп алады екенбіз. Яғни қанда S жолды V нолевой қосылған 10, мына жерде 0 емес 10. Және де оған уақытты көбейтетін болсақ, Т азайтылған 0,3. Енді біз сразу екі S-ті бір-бірімен теңестіре салатын болсақ, бізде екі белгісіз шама болып қалады. Оны болмас үшін біз мына бірінші теңдеуден уақытты өрнектеп алсақ, яғни S бөлінген V деп. Енді V нолевой. Енді ол өрнектелген уақытты біз дәл төменде тұрған Т-ның орнына қойып жазады екенбіз. Сонда S тең болады жақша ішінде V нолевой қосылған 10, жақша ішінде S бөлінген V нолевой азайтылған 0,3 десек. Енді біз қысқаша көбейту формулаларын білеміз, яғни қанда мына бір жақшаларды жеке-жеке көбейту арқылы біз аша аламыз. Сонда біз S тең болады V нолевой көбейтілген S бөлінген V нолевой, және де азайтылған 0,3 V нолевой қосылған 10 көбейтілген S бөлінген V нолевой, және де азайтылған 3 деген өрнекті алады екенбіз. Сонда біз мына жерден V нолевойларды қысқартып жіберетін болсақ, бізде S-тің өзі қалады. Енді S-ті сол жаққа азайту қылып жіберетін болсақ, ол мына бір S-пен жойылып кетеді ғой, азайтылып. Сонда бізде қалатын шамалар ол сендерде 10 S бөлінген V нолевой, азайтылған 0,3 V нолевой, және де азайтылған 3 тең бола салады екен 0-ге. Енді біз мына жерде S жолды 36 км деп алдық қой. Сол S-тің орнына 36-ның өзін қоя салатын болсақ, бізде мынандай бір квадрат теңдеу шығады екен. Енді квадрат теңдеуге келтіріп алсақ та болады. Мына жақта V нолевойдан ортақ бөлім беріп әрқайсысына. Сонда бізде шығады екен 0,3 V нолевой квадрат азайтылған 3 V нолевой, және де бізде қанша? Мына жерде қосу болады. Азайтылған 360 тең 0 деген бізде осындай квадрат теңдеу шығады екен. Енді біз квадрат теңдеуді дискриминант арқылы шешетін болсақ, біздің дискриминантымыз қаншаға тең болады? V квадрат, яғни 9 азайтылған 4 көбейтілген 0,3 және де көбейтілген минус 360 десем. Енді оны калькулятор арқылы есептейтін болсақ, давайте сразу калькулятор ашып жіберейін. Нешені? 360 көбейтіп 0,3-ке көбейтеміз 4-ке, және де оған 9-ды қосатын болсақ, бізде түбір астында 441 деген сан шығады екен. Енді оны түбірдің астынан шығаратын болсаңыздар, 21 деген сан екен. Дискриминантымыз бізде 21-ге тең. Енді бұл жерден түбір ретінде біз V нолевойды анықтайтын болсақ, V нолевой сендерде тең болады V минус 3 бөлінген 2 көбейтілген, мына жерде енді 21 дискриминантты көбейте саламыз, 2 көбейтілген 0,3. Сонда бізде осы өрнекте шығаратын болсақ, енді мына жерде қосылған. Бізге 21-ден 3-ті азайтатын болсақ, және де оны 2-ге және 0,3-ке бөлетін болсақ, бізде V нолевой жылдамдығымыз 30 км бөлінген сағат деген жылдамдық шыға салады екен. Яғни қанда ол сендерде мына
Б нұсқасында орналасқан. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен Қайыржан ағай. Есеп ұнаса каналға тіркел.